Бауыржан Момышұлының екінші заңды әйелі Ғайникамал Баубекованың, яғни Баукеңнің өгей қызы Шапиға Мусинаның естелігінен. Қолбасшы Бауыржан Момышұлы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ең жоғары әскери мансапқа қол жеткізген қазақ болды. Оның көзі тірісінде қыңыр мінезі үшін генерал шені де, Кеңес одағының батыры атағы да берілмегені белгілі. Белгілі актриса Ғайникамал Баубекова 1961 жылы Бауыржан Момышұлына тұрмысқа шықты. Бірақ олардың махаббатының тарихы одан да бұрын басталған еді. Аташка мен анам дейді Шапиға Мусина. Анам 17 жасында Алматыда танысқан. Бұл соғысқа дейін болған. Бауыржан ол кезде ұзын бойлы, денесі бітімді, көздері жылтыраған, әскери киім киген, қыздар арасында өте танымал офицер болған. Ол кезде анам актрисалық жолын бастаған болатын. Сол уақыттарда Бауыржанды қиыр шығысқа жібереді, ал анам онымен бірге кете алмайды. Себебі оның үйде жұмысы бар, мансабы бар, бағатын анасы мен ағасы болады. Бірақ олар бір-біріне ғашық болып, Ұлы Отан соғысы кезінде кездесуге тырысады. Содан анам соғыстың қиын қыстау кезеңдерінде жауынгерлердің рухын қолдау үшін Қазақстан Компартиясы орталық комитеті жанынан жазушы Ғабиден Мұстафин басқарған концерттік бригаданың құрамында майданда аралап шығады. Момышұлының қай жерде соғысып жатқанын біліп, сол жаққа баруын өтінді. Ал Бауыржан оның жақын жерде екенін біліп, мотоцикліне мініп бір-бірімен көріседі. Келесі күні таңертең қайтадан шабуылға шығады. Соғыстан кейін Момышұлы бірнеше рет үйленді, бірақ оның алғашқы шынайы махаббаты менің анам болды. Соғыстан кейін анамды Семей театрына жұмысқа жіберді. Ол жерде жас ақын жазушылар мен актерлердің ортасында болды. Олардың арасында әкем Шахан Мусин де болды. Ол 1937 жылғы сталиндік қуғын сүргіннің зардабын тартып үлгерген жас талантты ақын драматург еді. Әкем мен шешем отау құрған тұста тағы да түрмеден босап шыққаны мен 1948 жылы мен туылғанда тағы да тұтқындалып Сібірге жер аударылды. Бұл сталиндік қуғын сүргіннің екінші толқыны деп аталды. 3 айлық кезімде анам мені жинап, әкемді табу үшін жер аударылды. 1950 жылы інім Кемел дүниеге келді. Әкем 1954 жылы қуғыннан оралды, бірақ ұзақ уақыт жұмыс таба алмай халық жауы атанған. Ол кезде бұрын өнер адамдарының жатақханасы болған үйде тұратынбыз. Анам сіңіліме жүкті еді. Біз бір бөлмеде әжем, әкемнің әпкесі, анамның ағасы, әйелі және жиендерімен тұрдық. Бізде ақ боялған үлкен емен үстелі болды. Мен әжем екеуміз сол үстелде ұйықтадық. Біреулер үстелдің астында, біреулер кеудеде. Анам мен әкем гардеробтың артында ұйықтады. Анамның кішкентай інісі әйелімен экранның арғы жағындағы бұрышта ұйықтайтын. Біздің отбасы ғана емес, осы жатақханада тұратындардың бәрі осылай өмір сүрді. Бірақ балалар бақытты болды. Ұзын дәлізде жүгіріп, бір-бірін және мысықтарды қуды. Ақырында бізге 3 бөлмелі жеке пәтер берілгенде, әкем театрда жұмыс істеп, отбасының тұрмысы жақсарған кезде анам Бауыржан Момышұлына барды. Ата-анамның ажырасуы жанжалды болды. Момышұлы жекесіне жазбаша түрде партиялық сөгіс жариялады. Түсіндіруді талап етіп жазушылар одағының партия жиналысына шақырып, халық маған партбилет берді, бірақ маған махаббатты Құдай берді дейді. Солайша Аташка мен анам қайтыс болғанға дейін 12 жыл бірге өмір сүрді.